Қош келдіңіздер менің арнама. Менің арнамда тек қана шынайы оқиғалар желісінде түсірілген фильмдер немесе шынайы өмірден алынған оқиғалар туралы баяндалады. Бүгін мен Алматы қаласында 1990 жылы болған шынайы оқиға желісінде түсірілген Періште фильмін баяндап беремін. 1990 жыл. Қала жастары болашаққа үмітпен қарап, тіршілікке бейімдеуге тырысып жатқан Алматы қаласы еді. Солардың бірі студент арманшыл қыз Айжан еді. Айжанның өмірі Талғат есімді жігітпен жолыққан соң түбегейлі өзгерді. Балалар үйінде өсіп, өмірдің талай ащысын ерте татқан Талғат байсалды, өз бетінше сауда-саттықпен ақша тауып жүрген еңбекқор жігіт еді. Бір-бірін ессіз сүйген екі жас көп ойланбастан некелерін қиюға шешім қабылдайды. Олар бұл некелерін әзірге ата-аналарына, достарына айтпауды шешеді. Тек қана жақын достарына айтсақ жеткілікті деп ойлайды. Ол екеуі Алматы қаласында шағын пәтерді жалға алып, сол жерде бақытты ғұмыр кешеміз деп жоспарлайды. Алайда бүкіл трагедия осы шағын пәтердің ішінде басталады. Күндердің бір күнінде Айжан университетке сабаққа кетеді. Талғат пәтерде жалғыз қалып, көңілді музыка тыңдап отырған. Кенет есік тарс-тұрс қағылады. Талғат есікті ашқанда табалдырықта ашудан көз қанталаған бейтаныс келіншекті көреді. Ол бірден айқайға басып, пәтердің ішіне баса көктеп кіреді. Сен мені екі балаңды неге тастап кеттің? Мені осылай далада қалдырамын дедің бе? Айқайға басады. Талғаттың өңі қап-қара болып зәресі ұшты. Сен әдірісті қайдан таптың? Бұл жерге неге келдің деп сыбырлай айқайласты. Бұл келіншек Гүлсім еді. Ол Талғаттың бұрын азаматтық некеде, яғни гражданский бракта тұрған әйелі болатын. Орталарында 7-8 жасар бір ұл, бір қызы бар еді. Жанжал ушыға берді. Гүлсімнің ащы айқайы мен ауыр сөздерінен Талғаттың ашуы шегіне жетті. Өзін тоқтата алмаған жігіт Гүлсімге қол жұмсап, оны қылқындырып ұра бастады. Пәтер іші азан-қазан болды. Жанжал басылғандай болғанда, ойын билеген ыза мен өкінішті басу үшін Талғат балконға шығып, қалтыраған қолмен темекі тұтатады. Кенет аулада келе жатқан әйелі, яғни қазіргі заңды әйелі Айжанды көзі шалып қалады. Талғаттың жүрегі тас төбесіне шықты. Ол Гүлсімге тез жиналда, осы жерден кет деп айту үшін пәтерге жүгіріп кіреді. Алайда бөлмеде Гүлсім жоқ. Талғат есігі ашық тұрған жуынатын бөлмеге ұмтылады. Төрде көрініс оның төбесіне жай түскендей еді. Гүлсім дұрыстың тұтқасына өзі асып қойған еді. Тілі сыртқа шығып, қимылсыз қалған денені көрген Талғаттың буыны босап, бетін басып еденге отыра кетіп, өкіріп жылап жібереді. Дәл осы сәтте есікті өз кілтімен ашып Айжан кірді. Жарқын көңілмен үйге енген ол, жуынатын бөлмедегі сұмдықты көріністі көріп, таң-таң болып қатып қалады. Жерде жылап отырған күйеуі, ал жоғарыда асылып тұрған бейтаныс әйел. Ауыр шокқа қарамастан Айжан есін тез жинап, ас үйдегі пышақты жүгіріп барып алып, арқанды кесіп, Гүлсімнің денесін жерге түсіріп алады. Бірақ бәрі кеш еді. Пәтерге жедел жәрдем, милиция қызметкерлері, тергеушілер ағылып жетті. Шым-шытырық оқиғаның түйінін шешу үшін екеуін де бірдей милиция бөлімшесіне алып кетіп, тергеуге алады. Тергеу барысында Айжанның бұл оқиғаға еш қатысы жоғы, оның тек қылмыс орнына соңынан келгені сараптамалар арқылы толық анықталады. Бірақ Айжан үшін ең ауыр соққы милиция кабинетінде жасалды. Ол тергеушінің аузынан өзі пір тұтқан сүйетін күйеуі Талғаттың бұрын оның отбасы болғанын, азаматтық некеде тұрғанын және артында екі бірдей шеттей баласы бар екенін естіді. Бұл суық хабарды естігенде Айжанның басы айналып, есінен танып қала жаздады. Оның тәп-тәтті армандары, Талғатқа деген шексіз сенімі бірақ сәтте күл-парша болды. Итермелеу, денсаулыққа ауыр зақым келтіру және марқұмды өз-өзіне қол жұмсау шегіне жеткізу баптары бойынша Талғат кінәлі деп танылып, сот шешімімен 7 жылға
бас бостандығынан айырылады. Жан болса тергеуден босатылып пәтеріне оралды. Үші ұлған бос пәтер. Ол өз-өзін ұмытып, өлермендей болып үйді жуып, қанның дағы мен сұмдық оқиғаның іздерін сүртіп шықты. Көзінен аққан жасы бетін жуып, жүрегі тілім-тілім болды. Бақыт мекені болады деген үй бірақ күнде трагедия мен өтіріктің ұясына айналғандай еді. Айжан әкесінің ауылына барған кезде бұл оқиғаның бәрі ауылда, ата-анасында естіп қойған еді. Әкесі ашуға булығып, біреудің шаңырағын шайқалтың, екі баланың әкесі шешесіз қалдырдың деп қызына ауыр сөздер айтып үйіне қуып жіберді. Жаны күйзелген Айжан қалаға оралған соң қатты қайғыға салынып, көтеріп жүрген сәбиінен айырылып қалады. Бірақ өмірдің ең ауыр сынақтары әлі де алда болатын. Түрмеге барып Талғаттың өзінен оның балаларының мекен жайын сұрап алады. Ол балалар Талғаттың балалары еді. Балаларды алғаш көрген сәтте жүректі елжіретеді. Екі бүлдіршін Айжанды көрген бойда анамыз келді деп мойны асыла кетеді. Алайда бұл қуаныш ұзаққа созылмайды. Айжан балаларды Күлсімнің әпкесіне апарады. Балалар сол Айжанды көргенде өзінің анасы емес екенін біліп, анамыз қайда деп сұрайды. Айжан балаларды тастарға қимастан оны Күлсімнің әпкесіне апарып береді. Себебі заң жүзінде балалардың қамқоршысы сол болатын және мемлекеттен берілетін жәрдемақыны да сол алып отырған. Бірақ ол үйдегі жағдай адам шошырлық еді. Күлсімнің әпкесі мен үйдегі бар дүниені сатып, ішімдікке жұмсайтын, балалар аш жүріп қараусыз қалған. Сол күндері Айжан ауруханаға жатқан және ауруханада өлер алдында жатқанда көреді. Күнде балалардың марқұм анасы түсіне кіреді. Балаларға сен керексің, өлме. Олар үшін өмір сүр деп аян береді. Ауруханадан шыға салысымен Айжан еш ойланбастан екі баланы өз қамқорлығына алуды шешіп, оларды іздеп вокзалдан тауып алады. Бірақ қиындық мұнымен бітпейді. Бір күні үйіне бандиттер басып кіріп, Талғаттан қалған көліктің кілтін тартып алады. Үйдегі бар ақшасын да алып кетеді. Осы оқиғадан кейін пәтер иесі де оларды үйден қуып шығады. Барар жер қалмаған Айжан екі баланы ертіп тағы да әкесінің үйіне барады. Бірақ әкесі бұл жолы да есігін ашпайды. Тек анасы ғана қызына жасырын түрде азнаулақ ақша беріп, Алматыдағы бір танысының мекен жайын жазып ұстатады. Айжан екі баламен Алматыға келіп, сол танысының жатақханасын уақытша пана табады. Күн көріс үшін өзі манты пісіріп, екі баламен бірге теміржол вокзалында сатып жүреді. Бірте-бірте тұрмыстары да түзеле бастағандай көрінеді. Бірақ өткеннің елесі тағы алдынан шығады. Бір күні вокзалда манты сатып жүрген Айжанды бұрын балаларды мемлекеттен ақша алу үшін ғана асырап отырған Күлсімнің әпкесінің маскүнем күйеуі тауып алады. Ол балалардың арқасында ақша тауып жүрсің, маған да үлесіңді бер деп қорқытады. Айжан балалардан айырылып қалмау үшін қолындағы бар ақшасын оған беруге мәжбүр болады. Себебі заң бойынша балалардың ресми қамқоршысы әлі де сол еді. Көп ұзамай әлеуметтік қызметкерлер балалардың заңсыз Айжанның қолында жүргенін анықтап, оларды алып кетеді. Бұл фильмдегі ең ауыр көріністердің бірі. Балалар да Айжан да көз жасына ерік береді. Алайда әділдік бәрібір салтанат құрады. Сот барысында Күлсімнің әпкесі және оның күйеуінің балаларға көрсеткен қорлығы мен мемлекет қаржысын заңсыз пайдаланғаны дәлелденеді. Екеуін де жауапқа тартып, бас бостандығынан айырылады. Ал Айжанға екі баланың заңды қамқоршысы болуға рұқсат беріледі. Бұл шешім қабылдануда әкесі де араласып, қызына қолдау көрсететінін айтып, кепіл болғаны әсер етеді. Бүгінде бұл оқиға кейіпкерлері Алматы қаласында өмір сүріп жатыр. Айжан ешқашан тұрмысқа шықпаған. Бар өмірін екі балаға арнап, оларды өсіріп, бүгінде солардан немере сүйіп отыр. Ал Талғат түрмеде қайтыс болған. Қалған кейіпкерлердің тағдыры белгісіз болып қалған.
Кейде ана болу үшін баланы дүниеге келу жеткіліксіз. Нағыз ана өзгенің баласында өз баласындай көріп, бар тағдырын соған арнай алатыны ол қуантарлық жағдай. Бұл фильмнің сценарийі 5 жыл бойы жазылған, және де сценарий жазу кезінде көптеген қиыншылықтар болған. Себебі Қазақстанда сценарий жазатын қыз келіншектер аз. Және де фильмде сценарий жазу үшін қыз келіншек керек болған. Себебі бұл жерде қыз келіншектің, Айжан есімді қыз келіншектің өмірбаяны баяндалады. Назарларыңызға рахмет.